Кез келген кәсіпорында жаңа жұмысқа қабылданған маманға тәжірибелі қызметкер тәлімдетіп бекітіледі. Мұндағы мақсат қызметіне алғаш кіріскен жас маманға кәсіби бейімделуіне қолдау көрсету, практикалық көмек беру. ПГТ көмір компаниясында бұл жүйе бірізді жолға қойылған. Тәлімгерлер өз білімдері мен тәжірибесімен бөлісіп, жас мамандардың жұмысқа тез бейімделуіне, туындайтын қиындықтарды еңсеруіне бағдар береді. 1995 жылдан бастап істеймін осы богатырь разрезінде. Монтер пути бол. Өзімнің тәлімгерім сол Габдулин Гизат деген кісі болды. Олмен Кавалеров тоже шахтер. Сол кісіден өзім тәрбие алғам, сол кісінің қарамағында жұмыс істеп. Бір жылдай болып қалды. Жас шәкірттер беріп отыр, мамандық. Соларды үйретіп жатырмыз, енді білгеніміз. Біріншінің Әділбек Балқаев деген. Өзіммен бірге істейді ол. Екіншісі Арман Хасенов. Ол да бүгінгі таңда осы бірінші жол учаскесінде, бірақ крандық бригадасында жол жөндеуші болып еңбек етеді. Устроился с февраля месяца 2025 года учеником монтера пути. 2025 жылдың ақпан айында жол жөндеушінің шәкірті болып жұмысқа орналастым. Маған тәлімгер ретінде Ерзада Сәлімұлы бекітілді. Ол өз білімімен аямай бөлісіп қолдау көрсетті. Емтиханға дайындалуыма да көмектесті. Шын мәнінде оның мектебінен үлкен тәжірибе алдым. Менің ойымша тәлімгерлік әрқашан қажет. Тәжірибесіз келген адамға жұмыс негіздерін үйрету үшін де, қауіпсіздік талаптарын дұрыс орындауды да көрсету үшін де. Мұның барлығы тәлімгерлер тәжірибе жүзінде үйретіп үлгі болады. Этому всему обучают, везде подсказывают всему.